Шілдеге дейін жалпы ішкі өнімнің құлдырауы тоқтайды. Қазіргі болжам бойынша жалпы ішкі өнімнің құлдырауы 0,5% құрайды деп хабарлады ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев. Министрдің айтуынша, шілдеде экономика нейтралды деңгейге шығады, яғни экономикамыз не әлсірейді, не жалпы ішкі өнімнің төмендеуі тоқтатылады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев орындауды тапсырған шаралар пакеті экономиканы қолдауға көмектесіп жатыр дейді министр. Оның сөзінше, осы жылдың қаңтар-мамыр айларындағы қорытынды бойынша жалпы ішкі өнімнің төмендеуі 0,2%-ды құраған. Бұл мұнай бағасының жыл басынан бері 50%-ға қымбаттау есебінен болып отыр дейді мамандар. Егер қара алтынның бағасы ары қарай да қымбаттаса, я осы қалпында қалса, жалпы ішкі өнімнің өсуіне айтарлықтай мүмкіндік бар. Бұған дейін президент Нұрсұлтан Назарбаев 2016 жылдың екінші жартысында экономикалық өсімді жақсарту үшін қосымша 240 миллиард теңге бөлу туралы тапсырма берген болатын. Мемлекеттік бюджеттен бөлетін қаражат шағын және орта бизнесті қолдауға, несиелендіруге және тұрғын үй құрылысын іске асыруға жұмсалады.